Иә, сәлеметсіздер ме? Әзір ғана бір өте ұзақ бір видеоны жібердім. Енді ұзақ болғанда тіпті бұны өзімнің осы дауыс сөз қарқыныммен айтсам өте ұзаққа созылып кетеді екен. Сонымен бұны біраз тездетіп, жасу қылып шығаруыма тура келді. Солай шығарып қойдым. Қабыл алыңыздар, жақсылап тыңдауларыңызды үміт етемін. Енді бұл мен 2 жылдың алдында оқыған кезімде өзіме қатты тәсір қылған, енді ол кезде жақсы түсінбеппін. Енді әзір қайтадан оқып, осы аралықта бірнеше рет осыны бір оқытып көрдім. Енді сол бұл ананың істеген істерін сондай жақсы түсіне алатын болдым. Енді кезінде мен ойлағам, енді көп адамдар солай ойлапты. Не үшін бұл қызыңа мұндай шара қолданады мектеп? Неге сен сол кезде барып мектеппен ақылдаспадың? Неге мектепке мұндай шара қолдануларыңа болмайды? Бұл енді бір рет бір телефонына келіп қапты, неге бұлай болады деп, неге айтпадың деген секілді сөздерді айтыпты. Одан кейін бұл не деген жалықпай ақыл айттың қызыңа деген секілді. Одан кейін сондай бір пікірлерді айтыпты да. Енді мен әзір оқығанда, әзіргі кезде қайтадан бір рет көрген кезде мен бұл ананың істеген ісін өте жақсы түсіне алатын болдым. Енді мәселен осы кісі осындай бала тәрбиесі жөнінде көп білім алған, мындай тәрбиеші болмаған болса, онда бұлай істей алмайтын еді. Енді мен ойлаймын, бала мен баланың парқы осыдан парықталады ғой деп. Енді осы кісінің осы қызы мүмкін үлкейген кезінде ол енді ұқсамайтын бір адам болып шығатын шығар осындай бір уақиғадан деп ойлаймын. Енді осы уақиғада мына ананың сондай парасаттылығына, сабырлығына, шыдамдылығына қатты тәнті боламын. Енді балаға ешкімде шыдап тұра алмайды ғой, баланың біттей қиналғанын көре алмай, шыдай алмай кетеміз бәріміз. Енді бұрынғы кездерде көп жұмыстар істейміз, үйдегілерге көмектесеміз, отын әкелеміз, көмір әкелеміз, мал жөндесеміз деген секілді біраз болса да нәрселерді көреміз ғой. Енді әзіргі заманда балалар көп қиындыққа біз оларды жібергіміз келмейді. Көп әлпештейміз. Менше енді осындай бір сынақтан әрқандай бала өту керек деп ойлаймын. Бұған сол бір ананың парасаттылығы қатты қажет екен, шыдамдылығы. Енді осы кісінің осы жерде істеп отырғанына ерекше сүйсінемін. Одан кейін қызы, егер де осы ана қызының кішкентай кезінен бастап бала тәрбиесі жөнінде үйренбей, баласын дұрыстап жетектеп тәрбиелемеген болса, онда қызы да осы аралықта өзінің нақтылы көңіл күйін дұрыстап шығарып, шешесіне мен көңілсіз болып тұрмын деген сөзді айтудың өзі қиынға түсуші еді. Енді осы арада да сол баланың жанында болып бір тәрбие жүргізудің де маңыздылығын көріп алуға болады. Өйткені анасы мен баласының арасында бір жақсы қатынас орын алған. Одан кейін келе осы бала барлық нәрсесін анасына айта алатын болған. Сол енді кішкентай кезінде балаңызбен жақсы бір қарым-қатынас орнатсаңыз, ол балада кейін келе ештеңкесін жасырмай, сізге әрбір ісін айтып отыратын болады ғой. Сол бір жақсы қарым-қатынас орын алған екен деп ойлаймын. Әйтпесе ананша сөздерді баласы дұрыстап тыңдап, оған сәйкес алмаушы еді. Одан кейін ананың білетін нәрсесінің көптігі енді мысалы бәрімізге керек екен деп ойлаймын. Көп ұлы адамдар жөнінде, тарихы туралы болмаса басқалайда көп білімдер қашанда біздерге керек екен. Сол үшін баламыздың кішкене кезінде ғой, іштен кетпейді ғой. Балалар үлкейген сайын милары толып жетіледі, оқыған нәрсесі көбейеді. Сол кезде біз оған жетісіп жүрмесек, онда баламызды жақсылап тәрбиелеу қиындау жағдайға түседі ғой деп ойлаймын. Одан кейін сол қай кезде болса да қызына сен айта қой, сенің айтқаның болсын деп, қай кезде де сабырлықпен, аптықпай, мысалы кейбір баласының, мысалы бізге баламыз мен оқығым келмеді, мен оқымаймын, енді мектепке бармаймын десе шошып кетеміз ғой.
ойбай мынау не деп тұр деген секілді. Ондай болмай, сабырлы болып, бала бәрін түсінеді. Ақырын айтып, ақырын түсіндірсек, оны зорлап, ұрғылап, соққылап апарғанмен де түк түспейді ғой. Сол үшін осы әңгімені сіздер қайта-қайта оқып шықсаңыздар, көп нәрсе тыңдап шықсаңыздар, көп нәрсе түсіне алам екенсіздер деп ойлаймын. Сондай үміттемін. Бәрімізге сәттілік тілеймін.